қазақ қоғамы қайда бет алуда? Күрестің ішінде жүрміз. Қаңтар оқиғасы кезінде сіз қайда болдыңыз? Өмірімнің жаман беті деп айтуға болмайды. Саяси карьера жасауға биліктегі ағашкалар көмектесті ме? Министрлердің барлығының есіктері ашық. Қазақтың тойына деген көзқарасыңыз? Димаштың өзі мысалы, сол тойда ән айтып отыр ғой. Қазақтың дәстүрімен үйленер едіңіз? Ол эфирден тыс, мен осы сұраққа жауап берейін. Қазақ тілінің арқасында осындай игі жетістіктерге жетіп отырсыз ғой. Осыны растайсыз ба? Бұл сұрау бар YouTube арнасындағы Қазақ бол бағдарламасы. Татулыққа ұмытылу ұлт таңдамайды, бірақ этностарды біріктіретін сол татулық. Оған күллі ұлтты бауырына басқан Қазақстан кейсі куә. Осы өлкеге бізді тағдыр алып келді. Қазақ болып тумасақ та, қазақ баласы болып өстік. Құрметті достар, Қазақ бол жобасының алаңында бүгін қонақта Қазақстан Республикасы парламенті сенаты аппараты басшысының орынбасары, сонау Ресейдің омбы жерінде Қазақ газетін жарыққа шығарған қоғам белсендісі, Қазақтың Дархан даласындай кемпейілді отандасымыз Максим Спаткай. Рахмет. Максим, студиямызға қош келдіңіз. Рахмет. Қал жағдайыңыз қалай? Шүкір, көңіл күйіңіз барлығы тамаша. Сіз қазақ жерінде туып өстіңіз. Білім нәрін орыс мектебінде сусындағаныңызбен кейін қазақ тілін жетік меңгеріп, қазақ баспасөзінде жұмыс істедіңіз. Қазір мемлекеттік қызметтесіз. Айтыңызшы, осы тілге, оның ішінде қазақ халқына жақындығыңыз неден бастау алды? Меніңше дәл қазіргі кезде бұл таңғалатын дүние емес. Себебі бәріміз Қазақстанда туып өскен жастарымыз, шынымен де бар жетістіктеріміз, жеңістеріміз бұл біздің еліміздің арқасы деп айтуға толық негізі бар. Сондықтан осының арқасында біз отан сүйгіш патриоттық сезімдердің не екенін білдік деп айтуға болады. Сондықтан біз бәріміз бірнеше тілдерде сөйлейтін халықпыз, қазақша түсінетін халықпыз қалай болса да. Сондықтан бір жағынан қарасақ, біз бәріміз қазақпыз. Сіздің жобаңыз осылай да аталады. Себебі шынымен де менталитетке қарасақ, бір тілде сөйлейтін ұлтпыз. Тәрбиеміз қазақы. Тәрбиеміз қазақы, бір көзқарастарымыз бірдей. Сондықтан әрине біз қазақ халқына бәріміз жақынбыз. Себебі біз сол қазақ арасында өстік, қазақ менталитеті бар адамдар арасында өстік. Сондықтан бәрімізде сол Қазақстан Республикасында тұратын азаматтардың барлығы менталитеті бірдей, көзқарастары бірдей халық деп айтуға болатын шығар. Жақынсыз етене қазақ халқымен. Солай шығар енді. Максим мырза, тіл білу бір бөлек. Сіз осы аралықта қазақ халқының жанын, жан дүниесін, болмысын, дүние танымын толық түсіндім деп айта аласыз ба? Ойыңызды жалғастыра келе. Қазаққа жақынсыз, қазақтың тәрбиесімен өскен азаматсыз. Қай этнос болса да, сен қазақ болсан да, ұйғыр болсан да, басқа да, орыс болсан да, бір ұлттың жанын толық түсіну үшін көп уақыт керек сияқты. Бәрімізге уақыт керек. Бәріміз. Максим, қазір сіздің жасыңыз нешеде? 30-дамын. Құпия болмаса? 30-дамын. 30-дасыз. Енді осы жақта туылып өстіңіз. Былайынша айтқанда Қазақстанның тәуелсіздігімен жастысыз, құрдасым. Сонда жақын болдыңыз ғой енді. 30 жылдың өзі аз емес қой. Бәріміз жақынбыз, және де бәріміз қазақтың жанын түсіндік деп айтуға болатын шығар енді. Қазақтың жанын бізге өте жақын деп толық айта аламын. Бәрімізге бұл жақын. Қазақтың көзқарасын, қазақтың дүние танымын, қазақтың қара сөздерін бәрімізге жақын. Сондықтан қазақтың жаны да ұлтқа қарамай, басым көпшілігі Қазақстанда тұратын азаматтарға жақын деп
айта аламын. Жалпы осы қазақтардың арасында дос жарандарыңыз, таныстарыңыз баршылық деп ойлаймын, бар ғой, қазақтар шығар көбі. Әріптестерімнің арасында көбісі сол қазақтар. Қазақтар, туып өскен жерімде бұл Ақсу қаласы, Павлодар облысындағы. Әрине ол жерде этникалық құрамы кішкене басқаша, бұл себебі әртүрлі бар. Орыстар бар, украиндар бар, немістер көп, поляктар. Бірақ та дегенмен шынымен де олар Қазақстанда туып өскен болған соң, олар шынымен де қазақтармен қазақтар сияқты бір менталитеті бар сондай адамдар деп бәріміз білеміз. Сонда достарыңыз баршылық қазақтар арасында. Максим, ел үшін аянба, ерлігіне сын, жұрт үшін аянба, жігіттігіне сын деп ұлт батырымыз Бауыржан Момышұлы айтып кеткен екен. Сонда қараңызшы, пәле жаладан аулақ әрине, бірақ ел басына күн туса, осы қазақ бауырларыңыз үшін қандай тәуекелдерге барар едіңіз? Жалпы ел басына күн туса, біз бәріміз тәуелсіздігімізді қорғауымыз керек, меніңше. Ең алдымен тәуелсіздігімізді қорғауымыз керек. Бұл күрес, бұл бұрынғыдай тек қана үлкен соғыс майдандарда ғана емес. Қазір ақпараттық майдандарда да осындай соғыс жүріп жатыр. Басқа салаларда, сондықтан біз күн сайын осы күрестің ішінде жүрміз, меніңше. Себебі тәуелсіздікті алу ол бір бөлек. Тәуелсіздікті қорғау, тәуелсіздікті сақтап қалу, жалпы елдігімізді, мемлекеттілігімізді сақтап қалу. Бұл оңай процесс емес. Сондықтан бұл процестің ішінде қазір біз бәріміз отырмыз. Процесс жүріп жатыр әлі қазіргі кезде, және де ол осындай белгілі бір мерзімде ол бітеді деп айтуға болмайды. Себебі тәуелсіздік үшін күресу, тәуелсіздікті нығайту, мемлекеттілігімізді күшейту, бұл бәріміз үшін өте маңызды жұмыс. Сондықтан кім болсан да, журналист болсан да, білмеймін, құрылысшы болсан да, саясаткер болсан да, осы жолдан таймау керек, меніңше. Осы жолдан түспеу керек. Сондықтан біз бәріміз күн сайын осы тәуелсіздік үшін күресеміз. Сонда сіз ел үшін, жер үшін, тәуелсіздігіміз үшін күресіңізді бастап та қойдыңыз. Солай болып тұр. Солай да айтуға болады. Бәрекелді, жарайсыз. Кезінде сіз Ресейдің Омбы қаласында қазақстандықтардың арасында алғашқылардың бірі болып, қазақ тілінде басылатын «Замандас» атты газетін жарыққа шығардыңыз. Кейін дәл осындай атаумен қазақ тілін үйрететін орталықта аштыңыз. Жалпы газетті шығару кімнің идеясы болды? Оның тағдыры қазір қалай болып жатыр? Орталық ше, өз жұмысын тоқтатқан жоқ па? Ол жайлы хабарыңыз бар ма? Ол мен үшін өте маңызды жобалардың бірі. Себебі шынымен де басқа елде қазақ газетін ашу, жалпы бұқаралық ақпарат құралын ашу бұл оңай мәселе емес. Әрине. Сондықтан кімнің идеясы деген сұраққа келетін болсақ, бұл ең алдымен Омбыда тұратын қазақ қоғамының өкілдерінің және де ол жерде оқитын Қазақстаннан келген студенттердің идеясы деп айтуға болады. Соның аясында сіз жүрдіңіз, басы қасында. Біз студенттерді жинап, одан кейін осы идеяны қағазға салып, үлкен ағаларымызға, апаларымызға көрсеттік, ұсыныс ретінде. Сонда меценаттар да бар, Омбыда жүретін кәсіпкерлер де бар. Сондықтан осы ағаларымыз, апаларымыз бізге қолдау көрсетті. Бірден қолдауын тапты. Бірден қолдау тапты деп айтуға болады. Сондықтан олардың арқасында, олардың қаражатымен біз осы газетті шығардық. Одан кейін шынымен де тілге деген сұраныс өте көп болды. Себебі қаланың ішінде тұратын
қазақтар арасында тілге деген сұраныс өте жоғары. Одан бөлек Омбы облысында да қазақтар аз емес. Сондықтан мәдениетті сақтау, тілді әрі қарай дамыту деген мәселелері өте өзекті олар үшін. Сондықтан қазақ тілі осындай оқытатын курстарды аштық. Қалай болып жатыр қазір? Қазір жалғасып жатыр ма? қазір бұл газет шықпайды, дегенмен басқа газеттер бар. Омбы қазақтар деген газеті бар қазір. Газет тоқтатты өзінің тіршілігін. Иә, Солай болып бірақ тұр та, ғой, иә? Енді басқа газеттер бар тұғын, иә? Ал орталық ше өз жұмысын жалғастыруда ма? Жалпы нәтижесі болды ма? Газетті алатын болсақ, орталықты алатын болсақ, қазақ тілін дамыту, өркендету үшін септігі болды ма? Бұл абстрактылы жұмыс болған жоқ. Себебі газетті біз жай ғана шығару үшін шығарған жоқпыз ғой. Өзекті мәселелерді көтеру үшін шығардық. Мысалы, кейбір мақалаларды Омбы облысының басшылығы да оқып, кейбір мәселелер бойынша нақты тапсырмаларды берді. Одан кейін, мысалы, бұл жерде де бір кезде біз президент әкімшілігінде бір кездесуде бір ағаларымыз бізге айтты, біз осындай мақалаларды оқыдық, осындай мәселесі бар, оның шешу жолдарын мысалы бізге ұсынды. Бірақ мысал, біз газеттің беттерінде қазақ тілін оқулықтарын жетіспеушілік туралы, оқулықтар туралы мәселені көтердік. Бұл мәселе өз шешімін тапты. Бізге мысалы Қазақстан білім және ғылым министрлігінен арнайы бір топ оқулықтар сол Омбы облысындағы мектептер үшін осындай кітаптарды әкелді. Табысталды. Бұл да бір мысал, бұл да бір нәтиже деп айтуға болады. Өте жемісті нәтиже. Сондықтан курстарға келетін болсақ, әрине курстарда тек қана Омбы қазақтар ғана емес. Әрине басым көпшілігі ол Омбыда тұратын қазақ жастары. Одан кейін, мысалы, кейбір біздің Қазақстанның солтүстік өңірінен келген студенттер де оқиды ғой Омбыда. Олар да қатысты. Одан бөлек этносы қазақ емес кәсіпкерлер бар Омбыда. Олар арнайы Қазақстан мен бизнесті ашу үшін, мысалы, біз қазақ тілін үйренгіміз келеді деп осындай оймен келген азаматтар мен азаматшалар болды кезінде. Сондықтан бұл да бір нәтиже. Әрине, үлкен нәтиже, керемет, жарайсыз. Сондықтан меніңше, тағы да қайталап кетейін, бұл абстрактылы жұмыс емес. Бұл өте маңызды жобалар. Әрине, қазір басқа газеттер бар, қазір басқа орталықтар бар. Бірақ та қазақ тілін оқытатын орталықтар да, мысалы, Омбының ішінде де аз емес. Бірнеше адамдар осы жұмыспен айналысады. Осы тұста мынандай сұрағым туындап отыр. Максим, сонда сіз бірінші кімсіз? Орыс, қазақ, әлде қазақстандықсыз ба? Меніңше біз бәріміз қазақпыз. Осы месседжді сынауға болады, осы месседжді талқылауға болады, бірақ та менталитетке қарасақ, көзқарастарымызға қарасақ, біздің дүние танымымызға қарасақ, біз бәріміз қазақпыз. Себебі мен Ресейде оқыдым, мысалы. Сіздің бағдарламаңызда да осы тезисті естідіңіз. Естідім. Бұл Ресейде тұратын орыстар және де Қазақстанда тұратын орыстар бұл бір халық емес. Себебі шынымен де тілі басқа, дүние танымы басқа, менталитеті басқа екі халық. Бір-бірлеріне ұқсамайды дейсіз ғой, е? Бір-біріне бетіне қарап ұқсайды бір-біріне. Бірақ та ішіне қарап, әрине бұл басқа халық, меніңше. Себебі шынымен де, мысалы, Қазақстанда тұратын орыс болса, украин болса,
көбісі қазақтың сал дәстүрлерін ұстайды ғой, иә. Тұсаукесер бар, мысалы, той жасау деген нәрсе бар. Ол бәрімізге жақын осындай нәрселердің бірі. Сондықтан меніңше бетіне қарамай, ішіне қарап, біз бәріміз қазақпыз меніңше. Мына жерде той жайлы айтып отырсыз, иә. Той әрине Құдайдың қазынасы дейді қазақ. Бірақ соңғы жылдары қазақ тойын тұнып тұрған ысырапшылдық деп сынайтындар көп. Десек те қазақ тойының тағылымы да бар. Қалың қазақ тойға құр бос келмейді, өзімен бірге әрдайым шашуын алып келіп тұрады. Сондықтан тойға кеткен шығынның жартысы осы уақытта мен ойлаймын өтеліп те шығады. Тоймен қазақ бұрыннан бірге жасап келеді. Неліктен бұл жерде осының барлығын сізге айтып отырмын? Білуімше кезінде сіз асабалықпен айналысқансыз, яғни бойыңызда осындай талант бар. Ел ішінде жүрген көптеген ағаларымыздың тойларының ұйытқысы болдыңыз, қуаныштарына бөленіп жүрдіңіз. Солай болып тұр ғой, иә? Енді сізге тойға байланысты сұрақты қоймасам болмайды. Сонда, Максим, айтыңызшы, қазақ тойын ысырапшылдық деп халықты тойдан тыю қаншалықты қисынды? Әрине, жалпы сіздің қазақтың тойына деген көзқарасыңыз? Әрине, той деген бұл Құдайдың қазынасы, бұл шынымен де солай. Қазақ солай айтады ғой, иә. Сондықтан ашаршылықтан, репрессиядан өткен халық үшін осындай той жасау, бұл үлкен мәз-мейрам. Бұл үлкен мәні бар жиналыс. Бұл тек қана ақша шашу үшін емес. Бұл шынымен де туыстармен кездесу үшін үлкен мүмкіндік. Бұл үлкен осындай үлкен мәні бар оқиғалардың бірі әрбір қазақ үшін. Сондықтан әрине тойды сынауға болады, себебі меніңше өз қаражатына сай, өз мүмкіндіктеріне сай тойды жасау керек сияқты, яғни кредиттер алғандар да бізде көбіне қалай болады, Максим? Той десе қазақ халқы ішкен асын жерге қойып, Каспий кредит аман болғай деп әп сәтте ондай нәрселер де бар. Алған ақшалары қолға тиместен жоқ болады. Сонда біз әйтеуір қарыздан қорқпаймыз, басымыз аман болсын, оның барлығы өтеледі деп сабырға салынып жүре береміз. Солай болып тұр ғой, иә, бізде? Солай болып тұр, иә. Бірақ та тойға тыйым салу қазақта меніңше мүмкін емес, және де қажет емес сияқты да. Себебі бұл үлкен, шынымен де үлкен мәні бар осындай мәжіліс. Жалпы отбасы үшін, туыстар үшін үлкен мәні бар сондай оқиға. Сондықтан бірақ та әрине пандемиядан кейінгі кезінде мүмкін біз кейбір сал дәстүрлерді, кейбір біздің тетіктерді кішкене жаңартып, бірақ қалай болса да тойдан бас тартуға болмайды дейсіз. Бас тартуға болмайды сияқты. Бастысы ысырапшылдыққа жол берілмесе болғаны. Тойға бір жағынан қарасақ, бұл шынымен де бұл туыстар үшін жақын болу үшін бұл үлкен мүмкіндік. Яғни туыстар арасында басқа елдерде, мысалы басқа халықтарда осындай дәстүрі жоқ қой. Сондықтан туыстар арасында байланыс осындай мықты емес деп айтуға болады. Бірақ та қазақтар арасында осындай мүмкін тойдың арқасында байланыстар өте мықты. Бұл жаман емес қой. Өте жақсы қасиет. Сондықтан
Сондықтан алдағы уақытта Сіз той үшінсіз, тойды қолдайсыз, болуын қолдайсыз әрине. Мүмкін кейбір тойлау үшін емес, кейбір тойларда біз ойлау үшін осындай Жасалу керек дейсіз ғой. жасалу керек, себебі Дұрыс айтасыз. қазақтың сал дәстүрлерді қалай сақтанамыз? Көбінесе той арқылы. Қазақтың тілін қай жерде пайдаланамыз? Әрине, үлкен оқиғаларда, үлкен жиындарда, саяси мәні бар жиындарда мүмкін сонда да әрине пайдаланамыз. Бірақ та осындай қарапайым тұрмыстық қазақ тілінде той арқылы сақтауға болатын шығар енді. Сондықтан жалпы той қазақ үшін, меніңше, қазақ халқы үшін бұл өте маңызды дәстүрлердің бірі. Дегенмен мүмкін алдағы уақытта кейбір форматтарды жаңартуға болады, кейбір форматтарды кішкене модернизация арқылы өтіп, мүмкін басқа форматта төлейміз. Бірақ та дегенмен меніңше бас тартуға болмайды шығар. Сіз енді қазір мемлекеттік қызметте жүрсіз ғой. Бәлкім алдағы уақытта мемлекеттік қызметтен шығып жатсаңыз, осы тойға мән беріп дегенде сіз айтып отырсыз ғой, жаңа формат жасау керек. Бәлкім келешекте сіздің де қол ұшыңыз осының барлығын жасауға, форматтауға тиіп те жатыр. Қазір қаншама біздің жас балаларымыз бар, қателеспесем, Димаштың өзі мысалы. Димаш Құдайберген дейсіз. Димаш Құдайберген. Ол да, қателеспесем, ол да кезінде тойда ән айтып, басқа да үлкен біздің жұлдыздарымыз. Солардың барлығы сол тойда ән айтып отыр ғой. Бұл Мақпал апамыз Жүнісова кезінде айтыпты ғой, той бұл біздің әншілеріміз үшін үлкен мектеп. Солай ма? Солай естідім мен. Бұл тезисті де сынауға болады, талқылауға болады, бірақ та рас қой, біздің әншілеріміздің көбісі сол тойдан шыққан. Енді әншілеріміздің көбі тойға не үшін барады? Табыс үшін барады ғой? Табыс үшін барады дегенмен бұл мәселе емес, басқа бір мәселе бар. Бұл тойдан алған ақша, мысалы, олар одан кейін қайда салады? Мысалы, өзіне салса, өзінің деңгейін арттыру үшін салса, өзінің біліміне салса, бұл жаман емес. Мысалы, біз кезінде, сіз айтып отырсыз ғой, біз кезінде, шынымен де біз студент кезінде тойға шықтық, той басқардық. Бірақ та меніңше бұл жаман әдет емес. Себебі біз тойдан алған ақшамызды сол омбыда шығатын газеттерге салдық. Кейбір журналистерге сол тойдан алған ақшамызды алып, сол журналистерге бердік, мысалы, зарплата ретінде. Жалақы ретінде. Жалақы ретінде. Сондықтан курстарға келсек, оларға да біршама қаражат бөлінді дейсіз ғой, сіздің еңбегіңізден. Себебі, мысалы, помещениені аренда алу, ол да соған да ақша керек қой, соған да қаражат керек. Сондықтан, мысалы, біз кезінде сол тойдан алған жиған тергендеріңізді, жинаған ақшаларымыздың барлығы деп айта алмаймын, бірақ та ақшаның басым көпшілігі. Шынымен де сол осындай әлеуметтік маңызы бар проекттерге бердік. Сондықтан меніңше бұл мен өмірімде өмірімнің жаман беті деп айтуға болмайды меніңше. Бұл да жақсы әдет. Максим, өзіңіз білесіз, көп жағдайда той барысында тілек білдірушілер еліміз тыныш, халқымыз аман, аспанымыз ашық деп бірінен соң бірі қайталанып айтылатын жаттанды тілектерін естігенімізде күліп қоюшы едік қой. Басқа сөз табылмады ма деп. Қазір байқап отырсақ, әлемде орын алған жағдайға байланысты осы сөздердің құдіреті шынымен де
енді ғана бағалана Білдік, бастаған секілді, біліне бастаған секілді. Сондықтан менің ойымша той болсын, елімізде лайым, қуаныш көп болсын. Өйткені тапқанымыз тойға шашылсын деп астамшылықты ақтап алатын да, шаршасақ тойдан шаршайық деп тілек айтатын да өзіміз, тек қана осының барлығы ысырапшылдыққа кетпесе екен деп соны тілейміз. Максим, менің әлі тойым болған жоқ. Алдағы уақытта егер сізге мынандай өтінішіммен шықсам, тойымды Максим басқарып бере аласыз ба деп. Осы жерде бірден сізден келісіміңізді алып, эфир тізгінін қолдана отырып, дайынсыз ба менің тойымды басқаруға? Дәл қазір басқаруға дайын емеспін. Енді мен дәл қазір күйеуге шығуға да дайын емеспін. Бірақ дегенмен мүмкін дейсіз ғой. Дегенмен қазір тойға шықпаймыз ғой. Бірақ та сізге мықты асабаларымызды міндетті түрде ұсынуға дайынбыз. Жақсы, осыған да рахмет. Максим, білуімше сіз де бойдақсыз. Ел, жер аралап жүрген сері жігітсіз. Қашанда байқамайын, сіздің инстаграм желіңізге кіргенімде, менің ойымша Максим ертең мені парақшасынан осы хабардан кейін жасырып қоятын секілді. Енді қалжың әрине. Спортсменсіз. Қашан қарамайсыз, сол ботаникалық саябақтан шықпайсыз, жүгіріспен айналысасыз, әртүрлі жүгіруге қатысты марафондарға да қатысып тұрасыз. Белсенді, мықты жігітсіз, бір сөзбен айтқанда. Өзіңізге жар болатын қазақтың қызы кездессе, қазақтың дәстүрімен үйленер ме едіңіз? Сол мен алдын ала да айтып кеттім. Біз Қазақстанда тұратын азаматтардың барлығы қазақ салт дәстүрлерді сақтайтын сияқты. Яғни енді сіз өзіңіз сол тойдың басы қасында жүрген адамсыз. Салт дәстүрлерді барлығын білесіз. Қазақи үйлену тойды жасау, одан кейін мысалы тұсаукесерді жасау бұл артық емес сияқты. Егер кездесіп жатса, отбасы құруға дайынсыз. Әрине. Құрбыңыз бар ма, жан құрбыңыз? Ол эфирден тыс, мен осы сұраққа жауап бермеймін. Құпия болып қалсын дейсіз ғой. Жақсы. Енді сізге тілектеспіз, алдағы уақытта салиқалы отбасы құрып, екі есе бақытты болыңызға. Қаңтар оқиғасынан кейін қазақ қоғамы өзгерді. Биліктен сол өзгерісті талап ете бастады. Билік болса, жаңа Қазақстан, әділетті Қазақстан деген идеологиялық жұмысын қолға алды. Айтыңызшы, қазір қазақ қоғамы қайда бет алуда? Жалпы қазақ халқы қайда бара жатыр? Қазіргі ұстанған бағытымыздан қандай үміт күтуге болады? Қазір қазақ қоғамы, Қазақстан халқы жаңа әділетті Қазақстанды құруда. Бұл шынымен де аспаннан түскен осындай қағида емес. Бұл біздің халқымыз осындай сияқты, қаңтар оқиғасы сияқты оқиғалардан өткен халықтың бір шешімі. Бұл бәріміз үшін қаңтар оқиғасы бәріміз үшін үлкен сабақ болды. Сондықтан осы қаңтар оқиғасынан кейін бәріміз әрине қаңтар оқиғасынан біз бәріміз сабақ алуымыз керек. Қазір сол жаңа Қазақстанды құрудамыз. Бұл жаңа Қазақстан деген бұл ол да бір абстрактылы сондай концепциясы емес. Ол нақты бір әділетті Қазақстан дегеніміз. Әділетті Қазақстан дегеніміз бұл әр Қазақстанның азаматында мүмкіндіктер бар мемлекет. Бұл сіз енді былайынша айтқанда өзіңіздің көптеген игі істеріңізбен елімізге жақсы бір үлестеріңізді қосып жатырсыз,
Ал жаңа Қазақстанды құруда алып қосарыңыз қандай болмақ? Қазір ең алдымен біз жастармен жұмыс істеуіміз керек. Мен бір сұхбатта ол мәселені көтердім. Бұл әрине Қазақстанда жастар ұйымдар аз емес. Республикалық жастар ұйымдар да бар. Дегенмен тек қана студенттермен, я болмаса мектепте оқитын оқушылармен ғана жұмыс істеу ол өте маңызды. Бірақ та жеткіліксіз меніңше. Мысалы, жұмысы жоқ, білімі жоқ жастармен жұмыс істеу керек. Жұмыс істеу деген сөз бұл оларға мүмкіндік беру деген сөз. Яғни жұмыс табу керек, оларға бизнесті ашу үшін мүмкіндіктерді беру деген сөз. Оларды белгілі бір университеттерге, колледждерге жіберіп, олар сол жерде білім алу керек. Яғни маман болу керек олар. Маман болмаса, әрине, онда сол кішкенде қиындық болады ғой. Бәріміз үшін, еліміз үшін, мемлекетіміз үшін. Сондықтан ең алдымен қаңтар оқиғасының ең маңызды сабақтардың бірі, меніңше, бұл жастармен тығыз жұмыс істеу керек, және де жастар үшін тиімді әлеуметтік лифтілерді жасау керек. Қаңтар оқиғасы кезінде сіз қайда болдыңыз өзіңіз? Нұр-Сұлтанда болдым. Нұр-Сұлтанда болдым. Біз бәріміз жұмыста болдық негізі. Әрине, өте қиын кезең болды ғой. Бірақ та біз бәріміз президентке сеніп, Қазақстан халқына сеніп, осы қиын сәттерден өттік. Бәріміз аман сау, енді әрі қарай осындай оқиғаларды қайталанбас үшін енді екі есе жұмыс істеуіміз керек деп ойлаймын. Максим мырза, сізбен біз айтып отырмыз ғой, қаңтар оқиғасынан секем сабақ алдық деп. Қақтығыс арасында жастардың бар болып шыққаны барлығымызға мәлім. Алаңға шыққандардың көбі жастар болды. Басым бөлігі жұмыссыз. Жаңа сіз айтып отырсыз ғой, сол ең басты себеп жұмыссыздық деп, осындай іс-әрекеттерге әкелуге түрткі болатын жағдайлардың бірі, әрине, ол жұмыссыздық. Қазір аймақтағы жастардың көбі Алматы мен Астанаға ағылып жатыр. Бір сөзбен айтқанда, ішкі миграция тоқтаған жоқ. Өзіңіз айтып отырғаныңыздай, бізде жастарды қолдайтын әлеуметтік бағдарламалар баршылық. Айтыңызшы, неге осы бағдарламаларға көбінің көңілі толмайды? Әсіресе жастар қауымының. Себебі жастардың көпшілігі осы бағдарламалар туралы естімейді де, осы бағдарламаларды да білмейді. Оған кім кінәлі? Қалай естімейді? Оны естірткіздіру үшін ол енді жасап атқан, осы бағдарламаларды құрастырып атқан адамдардың қолындағы оның барлығы. Жеткізе білу керек, түсіндіре білу керек, оның іске асырылуына, осы бағдарламалардың барынша септігін тигіздіру керек. Әрине, мемлекеттік ресурстары бар, сол түсіндіру үшін деген, бұл мысалы мемлекеттік бұқаралық ақпарат құралдары. Ол мүмкін басқа да тетіктері бар, бірақ та Максим, бәлкім оның барлығы естіліп жатыр, бірақ ол бағдарламалар тек қана жазба жүзінде сондай тамаша, керемет болып көрінеді, бірақ практикаға келетін болсақ, тәжірибеге келетін болсақ, жаңағы жазылған сөздермен ешқандай ұштастығы болмайды. Олай болатын болса, бұл бағдарламаларды тексеру керек. Яғни, мысалы, бұл тек қана мемлекеттің ғана мақсаты емес, меніңше. Себебі бізде қоғамымыз бар, қоғамдық институттарымыз бар. Соның ішінде де
жастар ұйымдарымыз да бар. Олар осы мәселелерді неге көтермейді? Олар үшін министрлердің барлығының есіктері ашық. Олар үшін барлығының есіктері ашық деп ойлайсыз ба? Иә. Жастар ұйымдарының басшылары үшін, сол адамдар үшін министрліктердің есіктері ашық деп айтуға болады. Сондықтан олар, мысалы, жастар ұйымдары регионға барып, осы проблемаларды жинап, талдап, министрліктің деңгейіне, мысалы, неге жеткізбейді? Енді жеткізіліп жатқан шығар. Жеткізіліп жатыр ғой. Білмеймін. Сіз ойламайсыз ба, жеткізіліп жатқан дүние сол жоғары жақтан естілмей жатыр деп? Естігілері келмей жатыр ма? Былайынша айтқанда, халықтың жан айқайы көбіне қай жерден естіліп жатады, қай жерден шығып жатады? Құдайға шүкір, ғаламторымыз аман болсын, е? Көбіне жастардың болсын, халықтың болсын, жан айқайы сол интернет желісі, ғаламтор желілері арқылы естіліп жатады. Сол арқылы бір шешімін тауып жатады. Ал мыналай қағаз жүзінде жазылған жастардың идеялары, ұсынымдары жоғарға жеткенімен қаншалықты естілуде, қаншалықты орындалуда? Мен ойлаймын, егер ғаламтор желісі болмаса, сол бір жиналған қағаз болады ғой, соның ортасында қақ қоятын секілді. Бұл қоғамдық институттардың тиімділігін жоғары емес көрсеткіші сияқты. Яғни, халық үніне құлақ асатын мемлекет деген тұжырымдамасы бұл да тек қана қағаз жүзінде іске асыратын идея емес. Шынымен де қаншама бізде министрлер, қаншама әкімдер қазір елге шығып, мысалы, ақпарат министрі қазір қаншама кездесулер өткізді, енді ғана. Сондықтан региондарға шығып, осы адамдармен кездесіп, азаматтардың талабын, азаматтардың ойларын тыңдап, нақты шешімдерді қабылдайды министрліктерде. Жастарға келетін болсақ, қалай болса да, егер мысалы республикалық аймақтық жастар ұйымдар жұмыс істемесе, онда жастар саясатын жандандыру мүмкін емес. Ең алдымен қоғам жұмыс істеу керек, ең алдымен біз бәріміз қоғамыз. Қоғам дегеніміз бұл тек қана елде жүрген азаматтар емес, бұл бәріміз, министр да қоғамның өкілі, елден шыққан азамат. Сізбен біз де қоғамыз. Иә, біз бәріміз қоғамыз. Енді сіздер сол жасап отқан бағдарламаларыңызды жеткізіп отырсаңыздар, шақырып отырсаңыздар, жиірек бірге іске асырайық деп, бәлкім сол уақытта шынымен де бір нәтижесі бола жатар? Иә, бірге іске асыру керек, меніңше. Бұл тек қана мемлекеттің, ол әрине мемлекеттің бір маңызды мақсаттардың бірі. Дегенмен біз осы бағдарламаларды, жалпы жастар саясатында мықты идеяларды іске асыру үшін біз бәріміз күш салуымыз керек. Бұл ортақ мақсат, бұл біздің еліміздің болашағына септігін тигізетін бір бастамалар болса, әрине біз оларды бірге іске асыруымыз қажет. Және де жаңа Қазақстан дегеніміз бұл тек қана мемлекеттік басқару аппаратын жандандыру ғана емес. Бұл бүкіл Қазақстан қоғамын жандандыру деген сөз ғой. Яғни бәріміз бірлесіп жұмыс жасау керек дейсіз. Жұмыс жасауымыз керек, бәріміз соған дайын болуымыз керек. Егер мысалы біз орталық деңгейінде реформаларды іске асыратын болсақ, ал мысалы ауылға келіп, олар қалай болса да, мысалы полицейскийлерге пара беретін болсақ, нәтиже болмайды ғой. Ештеңе өзгермейді. Сондықтан осы деңгейінде де, жоғары деңгейінде де бәріміз өзгерістерге дайын болуымыз керек, және де осы өзгерістер үшін бәріміз бірге күш салып жұмыс істеуіміз керек. Максим, біраз болды дайын болғанымызға. Біз дайынбыз. Сол жұмыс істеген. Жұмыс жасауға дайынбыз. Енді осыдан кейін шынымен де бірлесіп, бірігіп
жұмыс жасайтын болайық. Жас демекші қазақ қоғамында жоғарыда аға көкен тамыр танысым болмаса топ жару қиын деп жатады. Расымен солай ма? Сізге осындай саяси карьера жасауға биліктегі ағашкалар, бәке, сәкелер көмектесті ме? Әлде бұл жай сіз айтқандай абстракты ой ма? Әлде шынымен де осындай жайттар болып жатады ма? Қоғам арасында. Менде осындай ағалар болған жоқ. Болған жоқ дейсіз, өз күшіңізбен, өз еңбегіңізбен осы деңгейге жетіп отырсыз. Осындай бәке сәке деген концепциясын болмау үшін бізге шынымен де тиімді әлеуметтік лифтілер жұмыс істеу керек. Тиімді әлеуметтік лифт меніңше бұл ең алдымен мықты білім беру саласы. Яғни мықты біліміміз бар болса, онда ешқандай кедергі болмайды шығар. Және де мысалы қазір бізде президенттік жастар кадрлық резерві деген жобасы бар. Бұл резервке кірген жастар үшін үлкен мүмкіндік берген бастамалардың бірі. Себебі бұрын мемлекеттік қызметте болмаған жастарымызда резервке кіріп, енді қазір резервтен шыққан министрі бар, министрлердің орынбасарлары бар, әкімнің орынбасарлары бар, белгілі бір партияның хатшылары бар. Сондықтан бұл жастар үшін бұл үлкен мүмкіндіктер берген жоба, резерв. Сондықтан осындай жобаларымыз бар ғой. Бұл өте тиімді бастамалардың бірі. Бірақ та мүмкін резерв туралы кейбір жастар білмеген кезінде, мүмкін білмеймін. Резерв бұл мен үшін үлкен, мен өміріме үлкен септігін тигізген бастама болған белгілі. Максим, енді сізді тыңдай келе, енді жобаларымыз шынымен де баршылық екен әлеуметтік Қазақстанда. Жаңағы сіз айтып отырсыз ғой, президенттік жастар кадрлық резерві. Кеше ғана сіздің Инстаграм парақшаңыздан осы жобаға байланысты сондай позитивті түрде жазылған постыңызды оқыдым. Сіз бұл кадрлық резервті барынша қолдап отырсыз. Жастар кадрлық резервіне өзіңізде іліктіңіз. Мен соңғы тізімді көрдім. Соңғы тізім қателеспесем жылдың аяғында шықты ғой деймін. Бір 50 шақты адам енген секілді. Соның арасында шенеуніктердің қыз ұлдарын сол тізімнен байқадым. Сонда қалай болғаны? Бұл жастар резервіде бай балаларының өзара қызмет бөлісуіне айналып кетпей ме? Бұл жастар резервіне кіру шынымен де адамның жас буынның, әсіресе жас буындар кіреді ғой, еңбек қорлығына, сондай тиімді болуына байланысты ма? Әлде арасында жаңағы айтып отырмыз ғой, аға көкелеріміз, тамыр таныстарымыз болмаса топ жармаймыз деп. Мен естімеппін, және де осы тізімге көрмеппін. Осы тізімге кіру әрине оңай емес, себебі екінің бірінің қолына келмейді. Солай шығар, бірақ енді тізімге кіру оңай емес. Бұл тестлеу арқылы өту керек, одан кейін собеседование арқылы, одан кейін белгілі бір объективті конкурстар өтті. Сондықтан бұл халықаралық тәжірибені қолдап, осы ұйымдастырушылар осындай байқауды ұйымдастырды. Резервке кірген жастардың көпшілігі, резервке кірген жастардың барлығы деп айтуға болады. Олардың барлығын білімі мықты, тәжірибесі бар, және де ең маңыздысы сол патриоттық сезімдері бар жастар.
сол тізімде тұр. Сондықтан мен білетін резервист жігіттер мен қыздар, олардың барлығы осындай шынымен де Қарапайым мықты, ортадан шыққан. қарапайым ортадан шыққан, бір жағынан, екінші жағынан өте мықты мамандар. Өте мықты мамандар. Енді соған сәйкес, соның арқасында қазір сол министрлер де жүр, министрлер орынбасарлар да жүр, әкімдердің орынбасарлар да жүр. Енді бұл резервтен шыққан қарапайым жігіттер мен қыздар. Ал қазір қоғамда ескі Қазақстанның кадрлары әлі билікте жүр деген сын пікірлеріне сіздің ойыңыз енді бар ғой, қазір солай болып жатыр ғой? Біз бәріміз ескі Қазақстанда тұрдық қой. Біз бәріміз, мен тұрдым, сіз тұрдыңыз, енді жаңарып, ақырындап жаңарып келе жатырмыз. Сондықтан біз бәріміз ескі Қазақстанның кадрларымыз деп айтуға бола ма? Білмеймін, ең маңыздысы жаңа Қазақстанға мықты білімі бар, мықты тәжірибесі бар, және де өзгерістерге ашық кадрлар керек. Осындай кадрлар бізге дәл қазіргі кезде керек. Сондықтан, егер осындай мамандар көп болатын болса, ешқандай проблемалар болмайды. Ал ескі Қазақстанда бәріміз тұрдық. Сондықтан бәріміз ескі Қазақстан өкілдеріміз ба деген сұрақ туындап тұр ғой. Меніңше ең маңыздысы сол өзгерістерге ашық болуымыз керек. Қиындықсыз өмір болмайды. Өмірге келген соң әр адам осы қиындыққа төтеп бере білу керек. Максим, қиналған сәтіңізде сізге қол ұшын созған қазақ дос-жарандарыңыз, таныстарыңыз болды ма? Ағайындас елдің қамқорлығын сезіне алдыңыз ба? Қазір қаншалықты сезінудесіз? Қазірді кезінде де сезіндім, қазір де сезінудемін. Бұл қиын сәттерде біз әрине туыстарымыздан, достарымыздан, әріптестерімізден көмек сұраймыз, кеңес сұраймыз. Сондықтан негізі мен өзім бақытты адаммын, себебі мен қасымда жүрген достарым, туыстарым, әріптестерім өте жақсы адамдар, өте әрқашанда көмек көрсетуге дайын адамдар. Енді осындай адамдардың арасында жүру, бұл мен үшін үлкен бақыт. Сондықтан қиын сәттерде де әрине кеңес болса да, жай ғана кеңес болса да, жай ғана бір сөз болса да, бұл да үлкен әсер ететін бір жай. Максим, отбасыңыз сіз сияқты қазақ халқына жақын ба? Сіз айттыңыз, Павлодар жерінде туыпсыз. Туған бауырларыңыз бар ма? Қазақ халқына жақын ба? Біз бәріміз қазақ халқына жақынбыз. Бәріміз дегеніміз ол Қазақстанда тұратын азаматтардың көпшілігі. Бәріміз қазаққа жақынбыз. Сондықтан неше баласыздар? Неше бауырыңыз бар туған? Жалғызсыз, иә? Мысалы, ата-анаңыз сол өңірде тұрады, иә? Ақсуда тұрады олар. Қазақ тіліне келетін болсақ, мысалы, қазір мамам үлкен кәсіпорында жұмыс істейді, және де сол жерде қазақ тілін курстарға қатысады. Үйреніп жүр. Иә, сондықтан бұл біздің отбасымыз үшін бұл проблема емес. Меніңше жалпы ол қазіргі кезде ол үлкен проблема емес. Қаншама курстар бар, қаншама оқулықтар бар, методикалар бар. Сондықтан отбасым қазақтың менталитетіне жақын деп айтуға болады. Байлық байлық емес, бірлік байлық деген сөзбен келісесіз бе? Жалпы елімізде бірлігіміз бекем бе? Бірлігіміздің арқасында Қаңтар оқиғасы сияқты оқиғалардан, сыннан өттік. Сондықтан оның алдында да тарихқа қарасақ қаншама, жалпы елімізде қаншама қиындықтар болды. Оның барлығын тек қана бірліктің арқасында біз жеңдік. Бұл
бұл анық. Сондықтан тек қана Қазақстан халқының бірлігінің арқасында енді жаңа кезеңде жаңа Қазақстанды құрамыз. Максим, әңгімемізді қорытындылай келе, сіздің туған отаныңыздың тілін еркін меңгергеніңіз, осынау игі жетістіктерге еленуіңізге ықпал етті ғой. Отанымыздың тілін білу үшін, меніңше, ішінде патриоттық сезімдер болу керек. Басқа артық ешқандай мотивация керек жоқ сияқты. Патриот дегеніміз бұл тек қана сөзбен ғана емес, нақты іспен дәлелдейтін азамат. Патриот дегеніміз бұл ел үшін жұмыс істейтін азамат, жалпы мемлекет үшін жұмыс істейтін азамат. Бұл еліміздің проблемаларды шешуге дайын азамат. Сондықтан осындай патриот болсаң, тіл мәселесі, біздің Қазақстанда тұратын азаматтардың барлығы патриот болсын, тіл мәселесін болмайды. Сонда сіз қазақ тілінің арқасында осындай игі жетістіктерге жетіп отырсыз ғой. Осыны растайсыз ба? Егер сіз мәселен осы жақта жүріп, қазақ тілін білмесеңіз, қазір енді жақсы қызметте отырсыз, енді шынымен де өзіңіздің еңбекқорлығыңыз арқылы жетіп отырсыз ғой. Қалай да болмасын, қазақ тілінің септігі болды ғой. Меніңше қазіргі кезде қазақ тілін білу бұл таңғалатын дүние емес. Кім болсан да, этносқа қарамай, бұл сізбен бірге еркін қазақ тілінде сөйлеп отырыңыз ғой, бұл таңғалатын дүние емес. Мысалы, оңтүстікте мүлдем ондай проблема жоқ. Сондықтан, бірақ та дұрыс айтып отырсыз, бұл қазақ тілін білмесем, онда мен осы қызметте қалай жүремін? Себебі халықтың ойларын, халықтың сөзін тыңдауымыз керек қой. Халықтың идеяларын тыңдау үшін, түсіну үшін әрине қазақ тілінде сөйлеуіміз керек, қазақ тілін білуіміз керек. Сондықтан мемлекеттік қызметте жүрген адамдар меніңше қазақ тілін білу керек. Бәрекелді. Лайым солай болғай. Максим студиямызға келіп, осындай бүкпесіз, боямасыз, ашық әңгімеңіз үшін алғысымды білдіремін. Сізге рахмет. Алда жұмыстарыңыз баршылық, олардың барлығы ойдағыдай жемісімен іске асуына тілектеспін. Рахмет сізге. Сіздерге де тек қана сәттілік тілейміз. Сол амандық, сіздер бастаған жобаларыңыз әрқашанда сәтті болсын. Әумин, рахмет сізге. Құрметті достар, осымен сұхбатымыз аяқталды. Жақсы күндерде жүздескенше, еліміз тыныш, халқымыз аман, бірлігіміз бекем болғай. Аман сау болайық.